Бұл шығарылымды өлеңмен мәнерлейміз. Баршаңызға алдымен сәлем дейміз. Бұл жолы КПЛ-ге көңіл бұрамыз. 4-ші турға бүгін шолу қыламыз. Оқжетпес үйінде тобылды қабылдады. Өздерінен бір голда салынбады. Есесіне Суевтің соққан добымен қостанайлықтар дегеннен жаңылмады. Үш ұпай қонақтардың пайдасында. Көкшетаудан асырды айласында. Осылайша Нұрболдың шәкірттері кестеде 4-ші орынға жайғасуда. Жетісу мен жеңіс болса тең болып бітті. Талдықорған жұрты ел болып күтті. Екеуінде де бұл маусымда бір жеңіс жоқ. Жанкүйерлер алдында жер болып бітті. Жеңістің голын халық көре алар ма екен? Жағдайлары білмеймін, оңалар ма екен? Келесі ойын өтеді Астанада. Ал бұлар Ақтөбені жеңе алар ма екен? Астананың мықтылығы байқалды. 10 ұпаймен көңілдері жайқалды. Дубль жасаған Усман Камара орта басыны жылатып үйіне қайтарды. Бабаян неге бірақ тырысып жүр? Сұрақ қойған журналистпен ұрысып жүр. Құраманы ойлау керек әрбір бапкер. Ол жерде жерлес, қандас, туысың жүр. Қызылжар бұл маусымда жанып кетті. 4 ойында жеңбейтін болып кетті. Тұран болса 3 голды қатар соғып, Түркістанға 3 ұпай алып кетті. Жүгір алмай Қызылжар ырсылдап жүр. Дәл мынандай ойынға кім шыдап жүр? 2 ойын қатарынан көзге түскен Стасевич 40-та қылшылдап жүр. Ал Атырау Алматыны тарта алмады. Сәтбаев жалғыз өзі арқандады. Қонақ клуб бұл жол 4 гол соғып, Батыстың командасын талқандады. Қайрат әлі жеңіліс көрмей келеді. Сәтбаев тфай сөнбей келеді. 4 ойында Қайратта 11 гол бар. Бірінші орынды ешкімге бермей келеді. Қайсар легионерлерге тұр деп айтты. Тек қазақтар ойнайтынын бірден айтты. Ақтөбенің тағды таяғын жеп, пойызбен кеп газельмен үйге қайтты. Леонов ұнамаушы еді Қарашаға, ал қазіргі ойыны тамаша да. Сіздер пікір жазып тұрып айтыңыздар. Биыл Ақтөбе чемпиондыққа таласа ма? Елімай Астанаға келіп алды. Бұл жерде жеңілмейтін болып алды. Ал жезқазғандық фанаттардың Ұлытаудан тағы да көңілі қалды. Плакканың соққыны шиіргені, Муличтің қарсыласқа шүйілгені. Екеуі де соққылап 1-1 голдан, Жұмаханов 3-0 ғып түйіндеді. Биыл 2 клубты ұшырамыз. Шындық қой, одан несін қысыламыз. Дәл қазір оқырмандар назарына біз турнирлік кестені ұсынамыз. Таблицаның басында аяғында. Кей команда енді ғана оянуда. Барлығы да жайғасты өз орнына. Ал сіздің командаңыз қай орында? Біздің футбол дамиды, сеніңіздер. Бағасын бас бармақпен беріңіздер. Алдағы ойындардың шолуларын біздің YouTube каналдан көріңіздер. Sport Pulse Live деп қосыңыздар. Live score статистиканы ашыңыздар. Келесіде бізбен бірге болу үшін подписка батырмасын басыңыздар.